Құрметті оқушылар, жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын бізде шағын видеороликке назар аударайық. Заманауи технологиялар адам өмірін жылдан жылға жеңілдетіп келе жатыр. Мәселен, мына тұрғын үй кешеніндегідей жаңа үйлерде қазір ақылды үй жүйесі орнатылып жатыр. Онда су, жарық, жылу жүйесін реттейтін технологиялар, сондай-ақ қауіпсіздік мәселесін қадағалайтын жаңа жүйелер орнатылуда, яғни адам өмірін барынша жеңілдетуге тырысып жатыр қазір отандық мамандар. Осы сала төңірегінде бүгінгі бағдарламамызды өрбітетін боламыз. Ассалаумағалейкум, эфирде. Оқушылар, біз өзіміз видеоға қарап түсінгендей, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз ақылды үй. Ақылды үй дегеніміз технологиялардың жаңалықтары мен мүмкіндіктерінің қазіргі таңда технология прогрестің маңызды бөлігі болып табылады. Ақылды үйге анықтама беріп кететін болсақ, бұл автоматтандырылған жүйелер мен интернет арқылы басқарылатын құрылғылардың біріктірілген орта. Бұл автоматты үйге нелер кіреді? Яғни энергияны басқару, су датчиктері, өрт датчиктері, қозғалыс датчиктері, ақылды розеткалар және мультисенсорлар енеді. Су датчигі дегеніміз ол үйде кенеттен ағып кеткен суларды қабылдау үшін қолданылады. Өрт датчигі адам жоқ кезде үйден шыққан өрттерді қабылдап отырып сигнал беріп отырады. Қозғалыс датчигі дегеніміз адамның үйге енген кезде дене қызуы арқылы, адамның қимылы арқылы іске қосылады. Яғни электр светтердің жануы, телевизорлардың іске қосуын біз айта аламыз. Және де қазіргі таңда ақылды үйлер біздің Қазақстанда көптеп салынуда. Яғни сұранысқа ие деп айтуға болады. Өздеріміздің күнделікті көріп жүрген өмірлерімізде біздердің қолданып жүрген кейбір құрылғыларымызды біз ақылды датчиктерге жатқызуға болады. Енді оқушылар, біз осы ақылды үй туралы қысқаша деген мәліметімізді сіздерге сұрақ қою арқылы қорытындылауға сұрағым келеді. Яғни бұл жерде сіздерге 5 сұрақтан беріліп тұр. Бірыңғай басқару жүйесіне қандай жүйелер кіреді? Ақылды үй жүйесіне қандай міндеттерді атқаруға болады? Ақылды үй дегеніміз не? Ақылды үйде қандай датчиктер пайда болады? Және ақылды үйдің негізгі сипаттамаларын атап берді. Осы сұрақтарға өздеріңіз жауап беріп, кері байланыс береміз. Енді біздің екінші осы ақылды үйлерге сіздерге тапсырма дайындаған болатынмын. Бірінші бізде А деңгейлі тапсырма, яғни жаңа айтып өткен біздің датчиктерімізге анықтама берілген. Осы анықтамаларға біз анықтамаларды анықтап қойып шығуымыз керек. Мына жерде мысалы біздерде су датчигі деп алатын болсақ, су датчигі дегеніміз ол төгілген сұйықтықтың бар екендігін анықтайды. Яғни біз сол жерге қоямыз анықтамамызды. Ақылды розетка дегеніміз не? Яғни ол электр жүйесіндегі электр энергиясын қуатты кернеуді және токты тұтыну мөлшерін өлшейді. Екінші, температураны, жарықты өлшеуді, есіктің ашылғанымен үйде адамның бар екенін сезінеміз, яғни мультисенсоралды. Адам денесінің инфрақұрылым сәулесін талдайды, ол қозғалыс датчигі. Ең соңғы түтін бөлшектерінің газдастырғыштардың камерасы түскен кезде іске қосылады. Енді біз ответтарды дұрыс екен қарап өтейік. Екінші сұрағымыз. Екінші сұрағымыз колесо арқылы іске асырамыз. Бұл жерде де сіздерге деңгейлік тапсырма берілген, яғни 4 сұрақ береді. Біз колесоны айналдыру арқылы сіздерге сұрақ қоямыз. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы оқушыларды біз бағалаймыз.
Оқушылар, бүгінгі біз сабағымызды яғни қорытындылау үшін PowerPoint бағдарламасында ақылды үй тақырыбында шағын жоба құрастырамыз.